Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз Цунамидан брейнротты алып қаш деген ойынды ойнайтын боламыз. Видео басталмастан бұрын лайк басып тіркеліп кет. Және де мен видео басталмастан бұрын мен қанша рет ойнап көрдім. Және де осындай заттарды алдым. 9QN беретін жоп-жопжы сахор және Маттео деген брейнрот. Надан аз бырақты. Ал бізде үстінде секретный брейнрот бар. Оны әрине қазір барлығымыз бірге көреміз. Ол 45 SX беретін брейнрот. Осы арқылы мен байып кеттім. Бұны қалай алып десеңдер достар, біз фьюз машинадан алған болатынбыз. 1 триллион беретін мен 1 биллион беретін брейнрот салдымда, сол кезде маған SX деген беретін брейнрот түсті. Ал достар, біз бүгін фьюз машинаны әрине тағы да істеп көретін боламыз. Және де ең арзан брейнрот ал дейді екен. Бірақ біз бірінші мұны жерден бізді өлтіріп кетті. Ештеңе қылмайды, бірақ мен бәрібір барамын. Бізді өлтіріп кетіп жатыр. Толқындар жаман тез келе жатыр. Сондықтан біз осы жерден ең арзан алып, минусқа кірсек те, плюсқа кірсек те бір рет сынап көрейік. Қасымызға Маттеоны алып алайық. Енді бұл керек емес онша, сондықтан салып көрейік. Ал достар, біздің Маттео 328 QD береді. Енді көрейік не шығатынын. Тоқта. Не болып кетті? Біздің брейнротымыз көрінбей қалды что-то. Қолымызда тұру керек еді ғой. Бір бак болып кеткен секілді. Бәлкім ойыннан кіріп шыққан кезде беретін шығар, қазірше тұра тұрсын. Біздің брейнротымыз бірақ шынымен қайда? Мен ойымша әдемі зат түскен сияқты болды. 3-ші этажда, 4-ші этажда емес. Фьюз машинаның өзінде де емес. Достар, мен ойынға қайттан кірген болатынмын. Енді біздің брейнротымыз мынау екен. Әрине біз минустамыз, бірақ та бұны да салып, бұдан мықты брейнрот шығаруымызға болады. Сал жерейін. Енді мына жерден бір брейнрот ала салайын. Қабай өліп қалдым. Біз осы да алып үлгеруіміз керек деп ойлап тұрмын, бірақ та аламай қалып жатырмыз. Бізде кішкене бак болып кетті. Біз респаун жасай жерейік. Респаун жасамасақ та қайттан шықтық. Біз мына брейнротты сал жерсек қалай кетеді екен? Давай, достар, видео үшін, сендер үшін осы брейнротты салып көрем. Кеттік. 9-да 45 QN бұл тұр, бұл брейнрот салдық. Ал енді басып қаламыз, сөйтіп бұл достар, көрдіңдер ма? Қандай брейнрот шыққанын? 2-де 1 SX деген брейнрот шықты. Жақсы, әдем кетті бұл енді. Біз жалпы минуса емеспіз. Мына брейнротымыз бізде 45 SX болса, бұл мынанша ақша жинап қойыпты. Ал мына брейнротымыз бізде бұл нормальный брейнрот екен.
Ал достар, біз осы жерден видеоны аяқтайық. Бүгінге қызық болды деп ойлаймын. Ал келесі бөлімдерде Укради Брейнрот немесе Сэмидің поезын ойнап көретін боламыз. Видео аяқталмастан бұрын сендер лайк басып тіркеліп кетіңдер. Барлықтарыңа сау болыңдар.